Бабалар аманаты мәңгілік бағыт. Ұрпақ жалғастығы мәңгілік үрдіс. Аналардың ақ ниеті ұлағатты ұрпақ тәрбиесі. Уақыт алмасады, дәуір өзгереді, бірақ жүректен жүрекке жалғанар тектілік пен мейірімнің жолы ешқашан үзілмейді. Бүгінгі аналардың батасы, ертеңгі елдің берекесі. Бүгін Алматы облысы Іле ауданының дәстүрді дәріптеп жүрген әжелері жас ұландарымыздың білім жолына жасаған қуанышты қадамдарын атап өтуге ақ батасын беріп және өнегелі өсиетін айтуға жиналдық. Qo'g'imdan qolgan sivag'ani nemеремнің qo'g'ina sutini taqqab sizlarga arnab olib keldim. Немерем Басбайға алған бір емалымыз. Абай облысы, Абай ауданы Саржал ауылынікі. Абайға салғызып, сіздерге дәм татыруға ұйғарып отыр. Өзіңнің бақ береке, қамқайнар басаулары. Білімді ғана емес, парасатты болып, ақылмен жүректі тең ұстаңдар. Ғылым мен өнердің шыңына шықсаңдар да, кіші пейілдікті жоғалтпаңдар. Еліңнің тәуелсіздігін, жеріңнің тұтастығын, көзіңнің қарашығындай сақтаңдар. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, Абай аталарың айтқандай, жер бетіндегі барша халыққа жүректерің ашық болсын. Атап айтсақ, Мәрия әженің немересі Әлімжан Алматы медициналық университетіне, Гүлмәрия әженің немересі Алуа Будапешттегі метрология университетіне, Тамара әженің немересі Әли болса Алматы технологиялық университетіне, Рауза әженің немересі Әлтайыр халықаралық ақпараттар технологиялық университетіне, Зариға әженің немересі Бахнұр Қазақ ұлттық аграрлық зерттеулер университетіне, Қаден әженің немересі Әдемі Қазақ құрылыс сәулет академиясына, Нинагүл әженің немересі Нұрсила Рудненск қаласындағы индустрия университетіне оқуға түсті. Білім жолына қанат қаққан ұл қыздарымыздың қадамына нұр жаусын. Ұлтыңның тілін, тарихын, мәдениетін, салт дәстүрін ардақтап, ұрпаққа аманат ет. Бейбітшілік адамзатқа отап, аманат. Қайда жүрсеңдер де бейбітшілік жаршысы болыңдар. Еліңнің ырысын тастып, берекесін асырасын, тас түйін бірікте болыңдар. Тарихты ұмытқан ұрпақтың бағы байланады. Өткенін білген жастың болашағы нұрлы болады. Халқыңның абыройы өзіңнің абыройың. Ұлтыңның абыройын асқақтататын адал азамат бол. Бабаларың найзаның ұшымен, білектің күшімен, қасық қаны қалғанша осы жерді қорғап қалған сендерге ұрпақтарға аманат еткен жерді қорғай біліңдер. Дүниеде кем болмайды баталы құл, батаменен шашайын жемісті гүл. Отырған алдымдағы балалардың әуелі жасын ұзақ бақытты қыл. Әжелердің ақ батасымен нұрланып, аманатын жүрегіне түйген жас ұрпақ, мәңгілік елдің еңсесін көтерер асыл тірегі, адамзатқа шуақ шашар сүйеніш болғай.